аясында ұлттық құндылықтарды сабақта оқу тәрбие үдерісіне кіріктіру бүгінгі ұстаздың басты міндеті. Алдымызда отырған жас шәкірттерімізді, оқушыларымыздың бойына ұлттық құндылықтарды, отанын сүю, тілін, жерін, отанын қадірлеу, құрметтеу, ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды, ұлттық мәдениетті, ұлттық салт-дәстүрді қалыптастыру бүгінгі күнгі басты міндетіміз болып саналады. Енді мен өз сабағымда балалардың бойында ұлттық дәстүрді қалыптастыру барысында бірнеше әдіс тәсілмен таныстырып өткім келеді. Мен өз сабақтарымда үстел үсті ойыны, асық ойыны және шаңырақ ойыны әдісін жиі қолданамын. Осы әдістер туралы сіздерге айтып кеткім келеді. Мысалы, бұл бізде асық ойыны. Қолымыздағы текшені әр оқушы лақтырып, қандай текшенің түсі түссе, сол түстегі ұяшықты ашамыз. Міне бұл жерде қызыл түсті асық, асықтың астында астаудың суреті тұр. Балалар, кішкентай бастауыш сынып оқушылары астауды айтып, астаудың атын атап, және бұл астау не үшін пайдаланылатынын сөйлем құрастыру арқылы айтып кетеді. Бұл әдісті қазақтың сабағында жиі қолданамын. Және келесі оқушы тағы да текшені лақтырады, сол кезде мен жасыл түсті асық түсті. Осы жасыл ұяшықты ашқан кезде бұл жерде домбыра. Мысалы, домбыра дегеніміз қазақтың ұлттық музыкалық аспап екен, және домбыра туралы өзінің ойын жеткізіп кетуге болады, өз ойын айтып кетуге болады. Міне, осылайша біз топтық жұмыс ретінде бұл үстел ойыны, асық ойын қолдануымызға болады. Бұл жерде әрі бала ойын ойнайды, әрі жаңағы қазақтың ұлттық ыдыстары, ұлттық киімдері, әртүрлі асықтың астында шыққан әртүрлі суреттерге сәйкес өзінің ойын жеткізе алатын болады. Ал келесі ойынымыз бізде шаңырақ ойыны. Бұл да үстел ойыны деп атауға болады. Мысалы, қазақ тілі сабағында шаңырақ ойынның әдісін қалай пайдаланамыз? Тағы да бұл текшенің топтық жұмыс ретінде пайдаланамыз. Бұл текшені оқушы алады да, тағы да осылай лақтырамыз. Мысалы, қоңыр түсті киіз үй. Киіз үйді аламыз не? Осы жерде қандай оқушы тұр? Киіз үйді аламыз да, оқимыз киіз үйдің сыртындағы жазуды. Мысалы, жазды дейді. Не істеді? Жазды сөзі, бұл дарайы қазақ сабағын алатын болсақ, қандай сұрақтарға жауап беретін болады? Не істеді? Мысалы, келесі дарайы жерін қайталақтырамыз, келесі оқушы. Осы сұраққа жауап беретін болады балалар. Енді қызыл түсті келесі қайталақтырамыз, келесі оқушы. Қызыл түсті. Енді қызыл түсті киіз үйді ашамыз. Бұл жерде тағы да етістік түріне тоқтады дейді. Не істеді? Тоқтады. Осылай балалар әр текшені лақтыра отырып, осы киіз үйдің сыртындағы тапсырмаларды орындайтын болады. Және осы шаңырақ әдісі арқылы киіз үй туралы, шаңырақ сөзі туралы тоқталып, балаларға қосымша ақпарат беріп кетуге болады. Тағы да сабақтарымызда осындай әртүрлі ұлттық ойындарымыз, ұлттық салт-дәстүрімізге сай әдіс тәсілдерді күнделікті қолданып отыратын болсақ, баланың бойында ұлтжандылық, ұлттық салт-дәстүрімізге деген құрмет кеңейе түседі. Балалар өз ойларын жеткізіп үйренеді деп ойлаймын.